Баршаңызға сәлем достар. Мен бүгінгі видеода сіздерге Present Perfect тақырыбын түсіндіретін боламын. Видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздің парақшаңыздан жоғалып кетпейтін боламын. Жалпы Present Perfect дегеніміз қазақша осы аяқталған шақ деп аударылады. Present Perfect шағы қазіргі уақытқа дейін аяқталып қойған іс-әрекеттерді айтқанда қолданылады. Ал енді мысал келтіріп көрейік. I have eaten 2 apples. Мен 2 алма жедім. Яғни нәтиже бар бұл жерде. Ол алмалар желінді. Яғни қазіргі уақытта ол алмалар жоқ. Бұл нәтижесі бар іс-әрекеттерді біз Present Perfect шағында қолданамыз. Ал енді жасалу жолдарына тоқталайық. Болымды сөйлемнен бастайық. Subject зат есім, оған қосылған have немесе has, және оған қосылған етістіктің үшінші формасы. Келесі кестеге назар аударайық. Бұл кестеде мысалдар берілген. I have played, мен ойнадым. Дәл осы сияқты you have played, he, she, it, has played. Бұл жерден байқайтынымыз he, she, it, яғни үшінші жақтағы есімдіктерге has көмекші етістігі қолданылады. Келесі сұраулы сөйлемнің жасалу формасына тоқталамыз. Бұл жерде have және has көмекші етістіктері зат есімнің алдына шығады. Содан соң зат есім, содан соң етістіктің үшінші формасы қолданылады. Және сөйлемнің соңына сұрақ белгісі қойылады. Ал енді келесі кестеге назар аударайық. Have I played? Have you played? Has he played? Яғни мен ойнадым ба, сен ойнадың ба, ол ойнады ма деп аударылады. Келесі болымсыз сөйлемнің жасалу формасына тоқталамыз. Subject зат есім, оған қосылған have немесе has көмекші етістігі, болымсыз сөйлем болғандықтан not қосылады және етістіктің үшінші формасы жазылады. Келесі кестеге назар аударайық. Бұл жерде болымсыз сөйлемге мысалдар берілген. I haven't played, you haven't played, he hasn't played. Мен ойнамадым, сіз ойнамадыңыз, ол ойнамады деп аударылады. Және бір айта кететін нәрсе, have not толық нұсқасы, haven't қысқартылған нұсқасы болып табылады. Дәл осы сияқты has not толық нұсқасы, hasn't қысқартылған нұсқасы болып табылады. Бұл екеуі де бір мағынаны білдіреді. Осымен біздің видео сабағымыз аяқталды. Сіздерге видео түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сонымен қатар менің Instagram парақшама жазылуды ұмытпаңыз.